Бүгін сіздермен ең оңай 15 минутта дрожсыз дайындалатын рецептісін ұсынатын боламын. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Пирожкиге керек заттар міне осылар. Грамдарын описаниеда қалдыратын боламын. Ең алдымен айранға бір жұмыртқаны салып, араластырып, оның үстіне сұйық май құйып, кейіннен оны кішкене араластырып, содамыз бен тұзымызды салып, оны да араластырып аламыз. Кейіннен ұнды бірнеше бөліктерге бөліп салып, жұмсақ тесто жасап алатын боламыз. Міне осындай тесто шығу керек, ал начинкасына тұз салып, керегімізге қарай, кейін жұмсақ майды салып, езіп аламыз. Кейіннен барып, приправа немесе қара бұрыш салып алуымызға болады. 15 минут тынған қамырымызды кішкентай бөліктерге бөліп, оны да жайып аламыз. Начинкасына картошкамызды салып, кішкене бөліктерді түйіп алып, осындай пирожки шығады. Бір бөлігін духовкада пісіріп алдым мен. Сіздер өз қалауларыңызға қарай пайдалансаңыздар болады. Ал қалған бөлігін қызып тұрған майда екі бетін де қуырып алатын боламыз. Видео ұнаған болса, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.